Ей, не істеп жатсың? Айқайлай аласың ба сен? Конечно. Айқайлашы, барынша. Ей, Шерпаев, Кешіріңіз. орныңды көтеріп бұрышта тұр бар. Құрметті комиссия мырза, мынау біздің Озат хай-скул мектебі Тараз қаласы бойынша номер 1. Жақсы екен. Тіпті біз осы мектепте оқыған оқушымыз ОБТ-да 140 балл жинайтын болса, Chevrolet 10X автокөлігін сыйлайын деп жатыр. Жастарды қолдау керек. 135 плюстен жоғары жинайтын болса, iPhone, PlayStation неше түрлі сыйлықтарымыз бар өзіміздің. Иә, дұрыс. Сабаққа кірейік. Кірсек жүріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Ей! Мұғалім мырза, тұрып амандасыңызшы. Амандастым ғой? Кешіріңіз. Қоя беріңіз. Тұрып амандасыңызшы. Мен бе? Тұр деймін. Міне. Саламатсыз. Бағлантайға мен бір задание бергім келіп тұр саған. Чат GPT-ге қазір вайн жазам, соны ойнап берсең. Ол қызық па, қызық емес па білмеймін, короче. Сол примерно өзіңнің вайндарыңа сәйкестендіріп көремін, жазып жатырмын. Бала үйде телефон ұстап отыр дейді. Балам, сабағыңды оқыдың ба? Жоқ, мама, қазір оқимын. Енді TikTok-ты да алып қоямын. Мама! Мынан күлдіретін жерін күтіп тұрмын ғой әлі. Қалай шығады екен? Бірге тамашалайық. Ай бала, сен сабағыңды оқыдың ба? Жо, мама, қазір оқимын ғой. Боп, жарайды. Бірақ кешке дейін бітіретін бол. Болды. Ей, сен сабағыңды оқыдың ба өзі? Қазір оқимын деген нәрсе жоқ ей. Әке бір. Оқы сабағың. Біз сен кезімізде бар ғой, интернет шұқылаған жоқпыз. Ештеңе көрмей қайтыр, сабағымызды оқыдық қой. Ешкімнен кем болған жоқпыз. Мама? Не болды? Папаға кезінде интернет бермей қойған кім? Тыныштық па? Сол кезінде интернет бергенде, қазір өзін телефон шұқылап, TikTok көріп отыра беретін. Енді TikTok-ты алып қоям. Ондайда шыққан ба? Чат GPT. Енді вайнға сценарий жазба. Сол үйдегі балалар телевизор шақ келмей жатыр. Бәрін сындырып жатыр. Бала деген сондай болады да. Балаңызбен кеппеңіз. Әй! Қандай холодильник керек саған? Маған үлкені керек қой. Үлкені жайша? Піл салайын деп ішіне. Ой, сорлы, ана логикалық сұраққа шынымен сеніп жүрсің бе сен? Холодильниктің ішіне піл сыймайды ғой? Не үшін сыймайды? Ішінде жерап бар ғой. Жерапты алып ол шықтау деймін қазір. Інім, стиральный машина толып арзан бағада беріп жатыр. Алып қал. Братан, сол әйелім басы стиралкаға қыстырып қала береді. Ой, сорлы, намек түсінбегенсің ғой сен. Ой, ішінде кір де жоқ. Ойбай мынау. Соны пайдаланып. Не бұл енді? Қолмен жуысу керек та. 200 литрлік морозильникте 55 теңгеде сатып жатыр. Мороженое десеңіз мороженое, ет десеңіз ет. Бүкіл сият. Ішіне адам сия ма оның? Адам деп, маньякпын деп қорқытай деп тұрсыз ғой. Балтаңызбен ешкім қамаған ба жұмыста? Еш шауып қойғансыз ба? Не жатсыз? Қайсы не оқып тыныш ба? Тексеріп жатыр. Кесе келе берсін. Айтамыз. Не айтасың? Сарыағаш склад Қазақстан бойынша номер 1 бытовой техника дейміз, ең арзан бағада сататын. Кондер 65-ін, LG автомат стиральныйлар 125-ін, Каспийде ондай бағада тұрған жоқ қой. Ең арзан біздікі ғой. Тексеріс келетін болса дайындалайық та енді балаларды айтайық та. Қаяқта балдар? Морозильниктің ішінде ғой, бәрі ұйықтап жатыр ғой. Мына балаға төсек сап бермейсің бе? Ай, қойшы ғой, жерге жатса қуып кетеді, білесің ғой. Концерт көріп отыр ғой мынау. Сөйтіп отыр. Күлкіден шегің түйіліп қалмасын. Не жеп отырсыздар? Саламброның бургері. Мамаң міне Саламброның нану бургерін жейін деп отыр. Мен Саламброның чизбургерін жейін деп отыр. Күшті. Ай, жейік. Кесе отса. Пай. Күштеген, дәмдеген. Көрініп тұр. Тәтті сияқты ғой. А менің достарым мама папалары андай балаларына береді. Жақсы екен ондай, жақсы екен. Айбай. Не болды? Түс екен ғой мына. Шынды оқып қойған шығарсың? Рас айтып отырмын. Айбай. Айттым ғой түс дедім ғой саған. Зор кетіп жатыр еді бірақ.
тояйын деп қойым ғой мен. Құдай. Сен де жедің ғой апыр. Енді ұйықтасақ тағы жалғастырамыз деген ол түсті. Ұйықтай салайықшы. Жалғастыруға болады дайын. Айуан десе. Менен жасырып жүрген біреуің бар ғой сенің, білем ғой мен. Көп сөйлемеші. Сантехник Миша деген кім мынадағы? Не істемекшісің сен оны? Қазір мен звондап, жанын шығарам, қазір үйге келсінші айуан десе. Ей, алло. Мал. Түх, Құдай. Қара бет қылып адамды. Өзің енді бірдеңе қылып сөйлесіп шығарып саласың ғой. Айып етпе. Кешіріңіз. Қалайсың жаным? Жақсы өзің. Сағындым ғой мен сені. Ол қайтпа. Бостан-босқа кетіп қалам ба, бір құшақтап кетейін десе. Қумашей. Кесейік жаным. Немене бөле түстер көріп кеттім мен, шила жетіме витаминым қақты мен соны шығалайшы. Сәл тестостеронды көтермесің. Жаман ғой мына түстер. Энергия көтеру керек. Қатын. Тұршай. Не oldu? Şu alma vitamin. Kesi bir. Да. Ой, құрой. Так, балдар. Бәріңді бір жұмысқа сөйлесіп келе жатырмын. Сөйтіп, сен бала акиматқа кіретін болдың. Құтты болсын. Менше мен сөйлесіңіз бе? Сен прокуратураға кіресің. Ай, хорош. Менше мен сөйлесіңіз бе жұмысқа? Сен вақтыға кетесің. Шүкір. Ақшаңды бәрін сөйлесіп қойдық. Енді мен өзімнің айлығым, жұмысым бола ма? Армандама, маған беріп отырасың ақшаңды. Не амақшы сен ақшаны? Қалай өз сонда? Мен сіздерге құлмын ба не? Сен сөз қайтаратын боласың ба? Қашан кетіп көріп жұмысқа? Болып дайындал жолға. Хабарласамыз. Жазамыз болмаса. Тариф жоқ қой менде. Жармаған. Гигстрит деп қақсап айтып жүріп қой. Сол жақтан гигабайт абасыш 100 теңгеден. Актив, Билайн, Теле2 бәріне бар ғой. Білем ғой. 100 теңге берсеңші. Бірінші айлығыңды ал, сосын көреміз. Салам ба, салмай ба?